18 мың ғаламтор. Ғалымдар Ұлы Отан соғысының басталуының бірнеше себептерін атайды. Бұл оқиғаны ежелгі көрекендіктермен де байланыстырады. 18 ғасырда ирандық Надир Шах Әмір Темір жатқан нефрит тақтасын Мекшетке апарды. Қалада қорқынышты жер сілкінісі болып, бұдан кейін ол қайта орнына оралды. Бірақ ең танымал тарих Ұлы Отан соғысының басталуымен байланысты. 1941 жылы маусымда Тимуриттер әулетінің қалдықтарын зерттеу үшін Сталин ғалымдар тобын Самарқандқа жібереді. 1941 жылы 21 маусымда Самарқандта Гур-Әмір ежелгі кесенесінде ғылыми экспедиция барысында 15 ғасырдың ұлы жаулап алушысы Әмір Темірдің қабірі ашылды. Оның әскеріне тек Орта Азия ғана емес, алыс Қытай мен Үндістанда үйреленді. Ал Темірдің күші мен байлығы туралы даңқ Европаға да жеткен. Өмір баяндары оның ұлы жорықтығын әртүрлі сипаттаған. Бірақ бұл экспедицияға дейін Тамерланның сыртқы келбеті туралы мәліметтері өте аз болды. Экспедицияға бірнеше танымал ғалымдар қатысты. Олардың арасында шығыстанушы Александр Семенов пен антрополог Михаил Герасимов болды. Топқа тәжік жазушысы Садриддин Айни де кірді. Экспедицияны Өзбекстан халық Совнарком кеңесі төрағасының ғылым және мәдениет жөніндегі орынбасары Ташмұхаммед Қараниязов басқарды. Ал түсіріліммен Ташкент киностудиясының операторы Мәлік Қайымов айналысты. 21 маусымда газеттерде Әмір Темір қабірін қазу туралы ескерту жарияланды. Самарқанд қаласында Гур-Әмір кесенесінде жұмыстар жалғасты. Антропологтар мен химиктер Тимурдың қалдықтарын мұқият зерттеді. Ғалымдар бас сүйегінде шаштың қалдықтары бар екенін анықтады. Жаулап алушының нақты портреттік келбетін қалпына келтіру мүмкіндігі анықталды. Антропологиялық қайта құрудың көптеген революциялық әдісінің авторы сол кездегі жас ғалым Михаил Герасимов болды. 1947 жылғы материалдық мәдениет тарихы институтының қысқаша хабарламалары жинағында жарияланған Тамерланның портреті мақаласында Герасимов өзі сол күндердегі оқиғаларды осылай сипаттайды. 1941 жылдың мамыр-маусым айларында Тимуриттер әулетінің қабірі Гур-Әмір кесенесінде қазба жұмыстар жүргізілді. Экспедиция 5 қабірді ашты. Тимур, оның ұлдары Шахрух пен Мираншах, немерелері Ұлықбек пен Мұхаммед Сұлтан. Тимурдың қабірі кесенесінің жер төлісінде орталық болды. Оның құлпытасы өте массивті өрескел кесілген сұр әктас тақтасынан тұрады. Оның үстіне арнау жазуының ең жақсы оюланған үлгісімен жабылған жұқа оникс тақтасы бекітілген. Бір-біріне жақсы бекітілген үлкен әктас блоктарынан тұратын жерлеу камерасы шамамен 1 метр тереңдікте, метрге 3 метр тік төртбұрыш болды. Табытта артқы жағында жатқан қаңқа табылды. Қолдары мен аяқтары созылып, басы оң жақ бетіне Меккеге қарады. 1941 жылдың мамыр-маусым айларында экспедицияны өткізуге тікелей себеп антропологиялық қайта құру әдісін практикалық қолдануда елеулі серпіліс болуы мүмкін еді. Михаил Герасимовтың Тамерланның портреті мақаласындағы жазбаларында хабарлағандай, 1940 жылы мен Лефортовский мәйітханасында Григорьевтің көмегімен жүргізілген бірқатар жақсы қойылған бақылау тәжірибелерін жүзеге асыра алдым. Ақырында 1941 жылдың басында екі сот медициналық жағдайлар бірінен соң бірі портретті қалпына келтірудің шынайылығын өте жақсы құжаттады. Болмаған тарихи тұлғалардың мүсіндік портреттерін көбейту туралы сұрақ қоюға мүмкіндік берді. Экспедицияның басында ғалымдар құлпытастағы жазуды зерттей бастады. Аңыздарда дәл осы ежелгі араб тіліндегі жазба өлгенді қорлаудан қорғайтын сиқырлы мөр болып табылады. 17 маусымда академик Александр Семенов жазудың толық мәтінін оқи алды. Плитада Тимурдың 16 есімі және Құран дәйек сөзі жазылған. Ол жазуда «Біз бәріміз өлеміз, уақыт келіп біз кетеміз. Біздің алдымызда ұлықтар болды және бізден кейін де болады. Егер біреу тәкаппарланып және басқалардың үстінен көтеріліп, ата-бабаларының тыныштығын бұзса, оның басына ең қорқынышты жаза түссін». Алайда қатыгез орта ғасырлардан қалған ескертуге кеңес ғалымдары байыпты қарамады. Кейінірек оператор Малик Қаюмов еске алғандай, Тамерланның қабірі ашылған кезде кесенеге жағымды хош иіс тарады. Мүмкін бұл соғыс рухы шығар. Бірақ ол кезде бұл туралы ешкім ойлаған жоқ. Барлық назар Тамерланның сүйектеріне аударылды. Археолог және антрополог Михаил Герасимов дәл сол сәтте Тимурдың бас сүйегін ұстап алды. Сосын кесенеде барлығы дауыстап «Ура!» деп айқайлады.
Келесі күні қонақ үйде демалып, жігіттер радио тыңдауға шешім қабылдады. Ағылшын тілін түсінген экспедиция мүшелерінің бірі шетелдік радиостанцияны ұстап алып, кенеттен бозарып кетті. Жеткізілген хабарды аударып, ол бізге соғыс басталды деді. Владимир Бахмутовтың Тамерланның құлпытасы мақаласында айтылғандай, соғыс басталуына байланысты экспедицияның жұмысы асығыс тоқтатылып, жоспарланған жұмыстарды одан әрі жүргізу үшін қажетті материалдарды, яғни тимуридтердің қалдықтары жәшіктерге салынып, алдымен Ташкентке, содан кейін Мәскеуге жеткізілді. Елордаға келген Герасимов Мәдениет халық комиссариатының басшылығына есеп беріп, ежелгі Орта Азия билеушілерінің келбетін қалпына келтіру жұмыстарын бастады. Мәскеуде тимуридтердің қалдықтары 1941 жылдың тамызынан 1942 жылдың қазанына дейін болды. Олар 1942 жылы 19 қарашада Самарқандқа әкелінді. 20 қарашада Гур әмір кесенесінде қайта жерленді. Ал 1942 жылы 19-20 қарашада Сталинград шайқасында шешуші кезең болды. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Жоқ әлде